Ассалаумалейкум, қайырлы таң. Ойба, ашына қайырлы таң деген сөз айтпауы қай заман, Таң азанмен қайғы кетіп баратыр мынау бала. Ошы бір сөзбен айтқан кезде қатты кетіп баратырмын деймін. Бір ретте ревью. Бүгін дәл осы тұрғанда ұлттық арнада таң шолпанға кетіп баратыр. Айтып отырмын, сұхбаттан сұхбат. Енді бір ТНТ мен Discovery шақырса бітті қоям айналайын. Достар, қазір сағат ровно 9-да прямой эфир таң шолпанда қонақтамыз. Көріңіздер, не болса да енді қызықты сұхбат болады деген ойдам. Көз ісіп кеткен, миы қақпай тұр ғой, короче, бұндай уақытта тұрмаған соң ғой. Ирина вообще танит мені. Болды. Сабыр етіңіз, бұл қонағымыз біздің. Айырттыңыз, рахмет. Ал Таразға келдік. Таразым жап-жасыл болып, бір әдемі бір керемет болып тұр. Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? 2 күндік таудағы демалысымыз әдемі сәтті өтті, жақсы демалыс болды. Енді Тараздан әрмен қарай Шымкентке жолға шығып баратырмыз. Одан ары қарай Түркістанға. Осы аптаның соңында Оқыран Алмастың екісі шығады. Соның съемкасына кетіп баратырмыз. Бізге сәттілік. Күтіңіздер, осы аптаның соңында Оқыран Алмас. Нәлевой сыныбынан бастап 9-шы сыныпқа дейін міне осы 51-ші орта мектепте оқығанбыз. Осы біздің мектебіміз ыстық, қаншама жылдан кейін енді келіп тұрмыз. Балалық шақтағы қызықтарымыздың барлығы міне осы жерлерде өтетін. Әнелде бір магазин бар. Сол ападан қарызға самса алып, самсаның ақшасын әлі берген жоқпын. Біз мына домдардың крышасына шығып ап, кәдімгі балалармен фишка ойнайтын. Крышадан немнің азабы деші, нәрге ойнай берсең болады ғой. Крышадан ойнайтын біз кәдімгідей. Күшті, білмеймін, қазір заман басқа ма, адам басқа ма, қыздар футбол ойнайды не.